Сәлем достар, қазір біз бүркіттің версиясындағы қыздармен гитарада ойнап үйренеміз. Ең алдымен оригинал аккордтарды көрсетемін, одан кейін баресс аккордтарды. Так, оригинал аккордтар бұлар S-EM ең бірінші. Бұл жерде біздер барені үшінші латқа қоямыз да, и AM аккордын ұстаймыз. Екінші, төртінші, үшінші струналар. Екінші аккорд А диез деп айтылады. Бұл жерде біздер барена деген алтыншы латқа алып барамыз да, и мына жерде Е деген аккорд ұстаймыз. То есть үшінші, бесінші, төртінші струналар. Үшінші аккорд GM. Жоғары көтерілеміз үшінші латқа, и екі саусақты төрт пен бесінші струналарға қоямыз. Соңғы аккорд төртінші бұл G диез. Осы жерден төмен түсеміз де бір латқа, и үшінші саусақ ортаңғыны үшінші струнаға қоямыз. Бұл соңғы төртінші аккорд. G диез. Так. Мына оң қолмен екі түрлі ойнауға болады. Біріншісі алтылық, глушкамен, екіншісі сегіздік. Мен сендерге алтылықты көрсетейін, қазір қалай ойнау керегін былай. Төмен, глушка, екі жоғары, глушка жоғары. Әрбір аккордқа бір-бірден ойнаймыз. Мен сендерге қазір куплеттің бірінші төрт жолын осы қағаспен айтамын да, потом бірден қайырмасына түсіп кетемін. Потому что куплеттің екінші төрт жолы дәл осылай. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Бастайық. Ең бірінші S. Қыз деген қырдың қызыл деп А диез қарамыз. Зыл қызғалдағы GM. Өмірдің сырласын бат сұлу сәні. Ауысатын кезде мен тоқтап тұрамын. Сосын қайдадан S. Боран бел оймаға өз қызыл ерін. Жігіттің ойлайтыны бір арманы. И дәл осылай екінші жол ойнаймыз. Қайырмасына келген кезде біз сегіздік қағаспен ойнауға болады. Бұл жерде былай. То есть екі төмен бірінші. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Мына жерге схеманы қойып қоял. Түсінікті болу үшін. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. И бұл қағысты да әрбір аккордқа бір-бірден ойнаймыз. Бастайық. Қыздар-ай, қыздар-ай, қиылған қасын қандай, ашын түс алма мойын, мөлдіреген қалқамай. Қыздар-ай, қыздар-ай, қиылған қасын қандай, ашын түс алма мойын, мөлдіреген қалқамай. Міне осылай. Енді барессіз аккордтар. Бұл DM аккорд. Бірінші саусақ бірінші латта, бірінші струна, екінші саусақ, үшінші струна, екінші латта, үшінші саусақ, екінші струна, үшінші латта, екінші струна. Бұл бірінші аккорд. Екінші аккорд S аккорды. Үшіншісі AM. Сосын А диез. Жаңа екінші аккорд ұстаған кезде бізде бірінші саусақты екінші струна бірінші латқа қоямыз, екінші саусақты төртінші струна екінші латқа қоямыз, үшінші саусақты бесінші струна үшінші латқа қоямыз. Мінекей. Бұл S аккорды. Үшінші аккорд AM-ға барған кезде біздер мұна үшінші саусақты үшінші струнаға қоямыз, екінші латқа міне. Бұл үшінші аккорд, и соңғы аккорд А диез. Бұл жерде біздер бірінші саусақты бірінші лат, бірінші струнаға қоямыз. Мұна үш саусақты екі мен үшінші латтың арасына міне 2, 3, 4 струналарға қоямыз. Сонда А диез деген аккорд шығады. Мұна қолмен жаңа алдыңғы минуттарда көрсеткендей алтылық либо сегіздікпен ойнаймыз. Әрбір аккордқа бірінші DM болады, сосын S болады, сосын AM, потом А диез. Так, бастайық. Ең алдымен куплет. Қыз деген қырдың қызыл, S қарамыз қызғалдағы, потом AM. Өмірдің сырласын, А диез бат сұлу сәні, боран бел оймаға өз
потом осылай жалғастырамыз екінші жартысын. Сосын неге келген кезде, қайырмасына келген кезде дәл осылай ойнаймыз. Қыздар-ай, әз қызылған қасым қандай айым, ашынты салма мойын, адес мөлдіреген халқым-ай. Әлде 8-ді қағыспен ойнауға болады қой. Қыздар-ай, қиылған қасым қандай, ашынты салма мойын, мөлдіреген халқым-ай. Достар, бейне сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егерде ұнаса, лайк басуды ұмытпаңдар. Және де комментарийға келесі қандай әнге разбор жасау керек, соны жазып кетіңдер.